Сәлем достым, алдыңғы видеолар есіңізде болса, яғни жеке кабинет талқылау барысында мен сіздерге айтып кеткен болатынмын. Яғни тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде сізде салымыңыз бар болса, немесе салым сатып алғыңыз келіп жүрсе, яғни депозитті, сіз ЖССБ 24 қосымшасын қолдана отыра, немесе интернет банкинг, компьютер арқылы сіз депозит сатып ала аласыз деп. Енді көптеген халық бағанағы кейбір кезде дұрыс түсінбей қалуы мүмкін, оны білмей қалуы мүмкін. Бірден келеді да, мысалы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде 2 жылдай салымын жинайды, шешіп алады. Яғни ол кезде ол кісілер не жоғалтады? Яғни егер депозит мерзімінен 3 жылдан кем болса, келісімшарт бұзған жағдайда ол кісі мемлекеттік сыйлықақыны жоғалтады. Яғни әр жыл сайын беріліп отыратын. Одан кейін, қымбатты достар, сіз өзіңіздің мемлекеттік бағанағы сыйлықақыңызды сақтап қалу үшін біздің ұсыныс сіздерге депозитіңізді сатып жіберіңіз. Оның үстінен қайта пайда көресіз. Яғни айта кететін жайт, бірақ ескере кететін жайт, қымбатты достар. Депозитті сату үшін сіздің шотыңызда минималды 8000 вознаграждение болуы шарт. Яғни сату үшін. Енді қараңыздар, қымбатты достар. Депозит сатып алу үшін не керек? Дайын депозитті алсаңыз, енді қандай не керек және қандай артықшылықтары бар, яғни дайын депозитті алсаңыз, сізге төлем қабілетін растаусыз несие алуға болады. Алдыңғы сабақтар есіңізде болса, біз тұрғын үй займын талқылаған сәтте біз сіздерге айтқанбыз. Яғни ОП дегеніміз не? ОП дегеніміз вознаграждение. ОП дегеніміз сыйақы. Өте керемет достар. Бәріңіз көрініп тұр, параққа жазып алғандарыңыз жарайсыздар. Енді қараңыздар достар, ОП сізде яғни 16 болды, ОП жоғары болды, сізге вознаграждение керек қой. Сізде есіңізде ғой формула, яғни өзіңізге қажетті вознаграждениені формуламен көріп алдыңыз. Енді сатып алатын азаматтың жасы 18 жастан асу керек. Сатып алатын ақша бірінші тарап, яғни сіз банкқа келіп, тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне арнайы текущий счет ашып, сонда ақшаны салып қойыңыз қажет. Назар аударыңыздар, депозит мерзімі кем дегенде 3 жыл толған, және де өзіңізге қажетті вознаграждениемен, сыйақымен сатып алыңыздар достар. Бас салып бағанағыдай, ой, депозит деген осы екен деп ала салуға болмайды. Сіз бірінші ойланыңыз керексіз, маған қандай вознаграждение керек? Яғни алдыңғы сабақтарды еске түсіретін болсақ, сіз не үшін депозит сатып алайын деп отырсыз? Яғни көп жағдайларда тұрғын үй займын алу үшін, ал тұрғын үй займын алу үшін не істеу керек? 50% жинау керек, біздің банкта 3 жыл болу керек, және де ОП минималды бағалау көрсеткіші 16 болу керек. Яғни өзіңізге қажетті вознаграждение және срокты іздейтін боласыз бұл жерде сіз, мерзімді. Енді қараңыздар, біз басынан келатқан бір мысал бар ғой, 15 миллион деген, Енді формула естеріңізде ма? Естеріңізде, керемет. Яғни мені шарт сомасы деген не? Шарт сомасы деген біздің пәтердің бағасы. Шарт сомасын көбейтеміз 16-ға, минималды ОП-ға бөлеміз 1000-ға. Яғни бұл жерде бізге 240 000 вознаграждение керек. Яғни енді біз 15 миллионның пәтерін алу үшін, яғни ЖССБ 24 қосымшасына кіріп, немесе компьютерді қолдана отырып кіреміз де 240 000 вознаграждение және де уақыт, мерзім, срок іздейтін боламыз. Енді осы іздеу барысында менен сіздерге кішігірім лайфхак, менен кішігірім сіздерге деген бағдар, кейбір салымдар, депозиттер өте қымбат сатылуы мүмкін. Соны алу барысында осында ескере кетіңіздер. Яғни бірден қымбат депозитті алып қоймаңыздаршы, үлкен өтініш. Сол үшін сіздерге мен бағанағы бір санап көрсетіп жіберейін, депозиттің негізгі бағалар қандай болатын. Яғни салымда кем дегенде вознаграждение 50 000 болса, 50 000-ды көбейтеміз 3-ке. Яғни 150 000 теңге тұру керек, оның өзіндік құны. Құр өзіндік құны. Яғни ішіндегі ақшасын санамаймыз, құр өзін сатып алған құны. Сосын, яғни 50 000 мен 100 000 арасында болса, сыйақы, вознаграждение, оны 4-ке көбейтеміз. Ал егер 100 000-нан жоғары болса, сыйақы, оны біз 5-ке көбейтеміз, қымбатты достар. Яғни, енді қараңыздар, бізге 240 000 вознаграждение керек еді, ол сыйақы, дұрыс па? 15 миллионның пәтерін алу үшін. 240 000 сыйақысы 100 000-нан жоғары ғой. Яғни, не істейміз? Біз 5-ке көбейтеміз, дұрыс. Енді біздің құр, яғни салымды сатып алғанға беретін ақшамыз, яғни салым ішіндегі жатқан ақшаны есептемей тұрып 1 200 000 теңге. 1 200 000 теңгені сіз 3 жыл жинамағаныңыз үшін бірден депозит сатып алып, тұрғын үй займын алған үшін бізге емес, бізге бермейсіз оны, сатушы жанға бересіз. Енді қараңыздар, қымбатты достар, сол кезде сізге 1 200 000, яғни текущий счетыңызға қанша ақша салу керек? 15 миллион пәтерін алу үшін 7,5 миллион өзіндегі ақша,
яғни үйді алуға. Қосымша депозит сатып алған үшін 1 миллион 200 теңге сізде 50% жиналды. Бірақ қымбатты достар, ескере кететін жайт, бұл жерде депозитті сатушы тарап өзіндік, яғни салық төлейтін болады. Сатқан депозиттің құнынан өзіндік салықты міндетті түрде ол Қазақстан Республикасының заңнамасына байланысты салық комитетіне төлеу қажет. Енді қымбатты достар, сіздерге видео өте пайдалы, қолайлы, ыңғайлы болды деген ойдамыз. Ендігі осы видеодан кейін сіздер депозитті қалай сату керек, депозитті қалай сатып алу керек екенін сіздер міндетті түрде біліп жүретін болдыңыздар. YouTube каналымызға тіркеліңіздер, барша жақындарыңызға, достарыңызға айтып жүріңіздер, ұсыныңыздар. Бұйыртса жақын арада сіз баспаналы боласыз.